Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте оңай, тез жасалатын алмалы печеньені дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын, сондықтан да каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Керек заттардың барлығын төменде описаниеда қалдырып кетемін. Бізге қажет ұн, сары май, жұмыртқа, корица, шымшым тұз, қант, қопсытқыш, ванильный сахар және алма қажет болады. Ең алдымен ыдысқа сары майды салып, үстіне қант, ванильный сахар, корица қосып, 1 минуттай миксерлейміз. Үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да 20 секундтай миксерлейміз. Ұнымызға қопсытқышты қосып араластырып, массамызға қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қою қамыр шығады. Содан соң алмамыздың қабығын ашып, тазартып аламыз. Мен алманы үккіштен өткізіп алдым. Қаласаңыздар, майдалап турап қоссаңыздар да болады. Алманы қамырымызға қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң противеньге пергамент қағазын төсейміз. Қолымызды сулап алып, қамырды дөңгелектеп, арасын алшақ қылып салып шығамыз. Қасықпен салуға да болады. Алдын ала 200 градусқа қыздырылған духовкаға 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Біздің алма қосылған печеньеміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер де рецепт ұнаған болса, лайк басып, коммент қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.